Шымкентте мемлекеттің бос жатқан жерін заңсыз иемденіп, үй салып алғандар қатары көп. Тексеру барысында тұрғындар бұл жерді белгілі бір азаматтан арзан бағада сатып алғанын айтқан. Десе де бірқатар жер телімдері құжатсыз сатылған болып шықты. Сала жауаптылары бұл жерде қылмыстық топ алаяқтық бойынша арнайы жүйе құрып алу мүмкін деген пікірде. Қаладағы заңсыз жерлерді комиссия құрылып, заңдастырып берген болатын, бірақ сол жерде алаяқтық жолмен мына жерде біраз учаскелер неғылған соғылмай, жартылай соғылған үйлерді заңдастырып жүрген. Яғни ол жерде есік терезесі жоқ, шатыры жоқ, сондай үйлерді заңдастырып жүрген. Олар бойынша біз қазір бірнеше талап арыз, сотқа талап арыз беріп қаралуда. Бұл мәселе жуырда ғана жұмысын бастаған Аманат партиясы жанындағы жер аманаты комиссиясының кезекті отырысында қаралды. Жыл басынан бері қалалық жер ресурстары департаментіне тұрғындардан 500-ден астам арыз шағым түсіпті. Оның бірі Қызылжар шағын аудандағы бұрын салынған стадион аумағында медициналық мекеме салу үшін берілген 2 гектар жер дауы бар. Арыз негізінде сот отырысы өтіп, аталған жер телімі заңсыз берілгендігі анықталған. Бұл участка бүгінде мемлекет меншігіне қайтарылыпты. Бұдан өзге Дендрасаябақтағы 65 соттық жердің заңсыз қоршалғандығы анықталыпты. Сала жауаптылары мораторий күшін жойған соң пайдаланылмай жатқан жерді мемлекетке қайтару жұмысы енді жанданғанын айтады. Бүгінгі күнде Шымкент қаласының прокуратурасымен бірлесіп 50 жер анықталып, пайдаланбай жатқан 212 гектар жерді пайдаланбай жатқан анықталып, 30 жер учаскесіне хабарламалар табысталып, қалған 20 хабарлама таратылу үстінде. Департамент тарапынан Шымкент қаласы әкімдігінің және Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының акционерлік қоғамына 1000 сауда нүктесі жобасы жүзеге асыру мақсатында қала аумағындағы дүңгіршек орнату үшін пайдалануға берілген жерлердің табысталуына зерделеу жұмыстары жүргізіліп, жер кодексінің 48 бабының талаптарын бұза отырып табысталған игерілмей жатқан 38 учаскесі анықталып, осылар бойынша тиісті хаттар жолданып, қазір мемлекет меншігіне қайтарылды. Жиынға қатысушылар қалалық жер комиссиясының мүшесіне кім кіретіні туралы ақпараттың ашық еместігіне қапалы. Тіпті алдағы уақытта жер ресурстары департаменті мен прокуратура өкілдерін осы тізімге қосуды министрлікке ұсынбақшы. Жергілікті әкімдігі заңсыздықтарды істемеу үшін тек ұсыныс тастаңыздар сіздер. Біз кіре алмаймыз деп отырудың қажеті жоқ. Қаншама адам қаражатынан айырылып жатыр. Қаншама адам жерлерінен айырылып жатыр, құқықтар тапталып жатыр. Содан кейін барып, осындай жерге митинг көтеріледі, халық не үшін шығады? Сіздер бір ұсыныс тастаңыздар, бізде заң жоқ деп қарап отырудың қажеті жоқ. Заңды жасайтын өзіміз. Шынында да заң жұмыс істесін дейтін болса, біз өзіміз заңды енгізуіміз керек, сұраныс жасауымыз керек жоғарыға қарай. Енді аталған комиссия мүшелерінің тізімі сайтқа жарияланады, сондай-ақ олардың атқарған жұмысында да ашықтық болуы қажет дейді жиналғандар. Халықтың жаңағы осы 992 жер учаскесін өз бетінше иеленіп атқан көрсеткіші сол болып тұр ғой біздің. Соның бәрін енді біз қайтарамыз деп тұрмыз. Бұлардың бәрі үй салып қойған, көбісі әлеуметтік әлсіз топтағы азаматтар, бұл кісілерге шағымданады. Осының тетігін кім үйлестіріп айта алады? Шаһарда егістікке жарамды 38-де 8.000 гектар жер бар. Биыл оның 30.000 гектар жері игеріліпті. Бұл туралы жиында баяндама жасаған ауыл шаруашылығы және ветеринария басқарма басшысы Әбінасыр Жанбатыров мәлімдеді. Қалған жерлер основном парға айдалады бізде. Енді егістік болғаннан кейін ол ауыспалы егістік, яғни өзінің технологиясы бар. Яғни биылғы жыл егілген жерге келесі жыл парға айдалып, оны арғы жылы игеріледі. Соған сәйкес парға айдалған жерлер негізінен биылғы таңда бізде 30.000 гектар жер игерілді. Оның ішіндегі 12-де 9.000 біздегі дәнді дақылдар, 3-де 6.000 майлы дақылдар және 9.600 мал азықтық дақылдар, және де тағы да басқа көкөніс, бақша өнімдері бізде игерілген. Биылғы таңда егістік толық, қазіргі таңда оның жиналымы толық болды. 91.000 тонна біз өнім алдық осы егістіктен биылғы таңда. Енді жер аманаты комиссиясының кезекті отырысына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мамандары да шақыртылады. Сондай-ақ жер комиссиясының үйлестірушісі атқарған жұмысы туралы есеп бермек. Азиза Мадияр, Владимир Соколов, Нарньюз.